Kızlarınızın kelebet en orundayım deyip dur. Құдағылардың атынан қабыл алыңыздар. Сияпаттарыңыз беріп қойыңыздар. Сияпаттарыңыз беріп қойыңыздар. Тамаша. Рахмет. Құрметті ағайын, бүгінгі мерекелік кеште тамаша әншілер өнер көрсетіп жатыр. Бұйыртса Қазақстан Республикасының үлкен сахналарынан әнші болып әлі талай көріп көзайым боласыздар. Кемел әншілеріңіз мінеке Әлинұр, міне ортамызда Балжан әншілеріңіз. Олай болса осы жас өрендердің өнерін тамашалай қабыл алыңыздар. Бағбанымсың әке, зор бағымсың әке, қорғанымсың әке, шырағымсың. Ана, аяулым өзіңмен мақтанамын. Ана, мен сені Меккеге апарамын. Ана, баланың қолдаған бақталабын, бұлағымсың әке. Бір жылы сөзіне шаттанамын әке, мен сені Меккеге апарамын әке.
болашақ эстрада жұлдызы Балжан қыздарыңыз. Рахмет. Көп рахмет. Тойбастар береміз деген ниетіміз бар. Тойдың ең әдемі сәтінде, ең дәмді тәтті сәтінде үйдегі бала шағырым болсын. Жалпы тойдағы сіздерге де жұғысты болсын деген ниетпенен дайын болса, тойбастар табақтарын ортаға алдыруға рұқсат етіңіздер. Тойбастар келер ағайын, қабыл алыңыздар. Қолдағыр әкеміздің 70 жас кере тойы құтты болсын деген ниетпенен тойбастар Сәлим апайымыздың дайындаған. Саулық айтқан қауымға тойбас салды ауылда, осынды үлкен кішіде ағайында бауырда. Тойың тойға ұласын, салған әнін қырасын, сәнін берсін Сәлиманың, әнін берсін Молдағалидің туысқандары. Құтты болсын тойларың, сәтті болсын ойларың, баршаңызға бақытты, баршаңызға шаттықты біз тілейміз. Бастар өмір жазында той таусылмас қазына, жарасады әзілдер той болған соң ауылда. Тойың тойға ұласын, салған әнін қырасын, сәнін берсін әселдің, әнін берсін нұрланның туысқандары. Құтты болсын тойларың, сәтті болсын ойларың, баршаңызға бақытты, баршаңызға шаттықты біз тілейміз. Бастар өмір жазында той таусылмас ойға ұласын, салған әнін қырасын, сәнін берсін Сәкенің, әнін берсін Күләштің туысқандары. Құтты болсын тойларың, сәтті болсын ойларың, баршаңызға бақытты, баршаңызға шаттықты біз тілейміз. Рахмет. Ал енді құрметті ағайын, тойбастардың әнін айтамыз, тойбастардың әнін тегін айтпаймыз. Құрметті ағайын, той иелерінің қазір ортада екі орындыққа екі мықты әншіге сыйлық беретін боламыз. Құрметті ағайын, қазір ән жасырылады. Кім әнді біледі? Жүгіріп келіп бірінші болып орындыққа отырамыз. Сол әннің 4 жолын айтып береміз. Бір тамаша сыйлық аласыздар, дастарханға қайтасыздар. Дайын болсаңыздар, жақынырақ қоямыз. Кім әнді біледі? Бірінші болып отыру керек. Әнді тап ойыны, орысша угадай мелодия, екінші микрофон берсеңіз. Тойбастардың құрметіне ән жарыс. Кім біледі? Бірінші болып отырасыздар. Олай болса, мынау қандай ән? Кім біледі? Ортада жас билеген қонақтарымызға жақсы бір сыйлық береміз. Қош, үлкендердің
сізге керемет айға. Аға, жол жүріп сапар шеккен әрбір ері заттың жанында болу керек дүние мынау сізге. Рахмет, отырыңыз. Ең оңай осы құрметті ағайын, ешкімді қатты көп қинамаймыз. 4 жолын айтып берсеңіздер болды. Келесіздер, кім біледі? Қатыспағандар алсыншы, қатыспағандар. Келіңіздер, апай келіңіз. Келіңіз апай. Сол жақтан кім бар? Оң жақтан бір апайым бар. Сол жақтан қыздар, апай келіңіздер. Қыздар келсін. Келіңіздер. Екі апай. Әне. Şamşuk apa? Şamşuk. Қалай билеу керектігін көрсетіңіздерші. Жарты минут болсын, 30 секунд, қош апаларын көрсетсін. Қалай билеу керек? Ал жеке бар. Адам бейінен салынмады. Бүгін мынау сізге еркектен мәні беріп отырмын, шай ішіңізге барыңыздар. Рахмет сізге. Рахмет. Енді еріңізде үшке дейін үшінші әніміз болсын. Поддержкалар мықты екен, қолдаулар мықты екен, көрдіңіздер ғой ағайын. Қолдаушылар мықты екен, отырыңыз. Қолдаушылар мықты екен, үшінші көрейікші бағана. Апайлар жақсы ән айтса, ары қарай жігіттер жақсы билейді деген. Кім біледі мұны әнді? Келіңіз. Қол көтеріңіз. Билейсіз, отырыңыз, билейсіз. Қыздар, апай. Рахмет. Апайымыз күшті келді. Анақсы айтады сізге. Келіңіз. Үшінші орын, жоқ отырыңыздар, үшеуіңіз айтасыздар. Алла Пугачева, как же он без Максима Галкина? Как же он без Филиппа Киркорова? Аға, үшлеп тұрмыз, билет сесіз Миллион, алый роз, из окна, видишь ты.
снег сияқты екен апармаса орысша снег сияқты екен сізге бар ал енді билейміз қайда аға қайдасың екі апай тұр екі жігіт кет поддержка екі жігіт ал енді қос музыка ал аға поддержка қандай алып шықты ал билейміз пранкіміз дұрыс болмай қалды ғой дейме давлениеңіз көтеріліп кетті ма жақсы қалжың ғой әзіл ал енді құрметті ағайын ортамызда қазір туған бауыр қарындастары одан кейін бірінші осы ақ дастарханымызды туған бауыр қарындастарынан кейін сыныптастар қауымы осы тілектен кейін дайын болыңыздар сіздер қорытындылайсыздар бірінші дастарханымызды олай болса қазір жаңа ғана тойдың басында Аллегрованың керемет әні мен өздерінің ертегі кейіпкерлерімен ерекше құттықтап шыққан ортамызда туған бауыр қарындастар қауымы Дүйсек, Хамид Сәуле, Қамай Шынар, Жангелді Ғалия, Қайрат Жанат, Асқар Әлия, Айжан Аслан бастатқан. Келіңіздер, туғандар, ортаға! Осы тілектен кейін міндетті түрде бір керемет ән болады. Билейсіздер ортамызға келе қойыңыздар. Ал олай болса, үлкендеріміз бастаңыздар, аға. Үлкеніміз бастаңыздар. Мынау келіп отырған менің ағамның туған күніне келіп отырсыздар. 70 жас. Аллах енді 70 жасыңыз қайырлы құтты болсын. Жеңгем екеуіңіз бала шағаларын қызығын көріп, немереңізді сүйреп жүре беріңіз. Сау денсаулығың мықты болып, келешекте солардың қызықтарын көріп, бәрі жақсылық тілеймін енді. Бағана айтып жатқан үлкен кісілердің достарына қоссам, бәрі жақсылық болсын енді. Ал енді міне құрметті ағайын туыстар, құрметті қайын жұрт, мынау енді
мен осы Семей облысының Тассай ауылына күйеу бала болып келгеніне міне 37 жыл болыпты. Құдай шүкір, міне бәрі осы жерде отырғаным түгел қайын жұртым деп айтамын, балдыздарым деп айтамын. Енді түгел дегенде түгел қайырлы болсын. Бүгінгі міне қайнағам, Мосан қайнағам деймін, үлкені негізі Серкеш қайнағам болып өтті. Ол кісі енді өмірліктен аттанып кетті. Міне осы Мосан қайнағам мен Сәлимаш жеңгеміздің кезінде мәшіне болмаған, жас кезімізде автобуспен жүріп, осы қайнағамыздың үйіне кеп, Көкпекті ауылына кеп, автобустан түскенде міне Сәлимаш жеңгеміздің жерде военкоматта істейді. Осы кісіге жолығып, осы кісінің үйінен дәм татып, содан ары қарай большевик дейміз ғой, Тассайға аттанатынбыз. Енді міне қайнаға осында міне сізді енді жасыңызға тек жас қосылып, енді осы қайнағамызды қазір айтпаймыз, міне 70 деп қайнағамызға әрқашанда тек бақыт тілейміз сізге. Қайнаға осы жасыңызға тек жас қосылып, 80-ді секіріп өтіп, 90-ды желіп өтіп, 100-ге келгенде артқа бір қарарсыз енді. Бауырларым қайда, інілерім қайда деп. Енді қайнағамды, осы қайнағамның арқасында айта кетейін. Мына жерде одан кейін қайнағаларым бар, міне Қали қайнағам бар, енді 60-тан асты. Одан кейін міне Совет қайнағам бар, енді атам үйіні деп, енді міне Ғалия жолдасым айтады, атам үйі деп, үлкен үй деп. Ол кісі міне Совет қайнағаларымыз, міне осы әрқашанда осы үйге күйеу болып келгелі, осы қайнағаларымыз түгел өзімді ертіп, ешқашанда артқа қалдырмай жанында ұстап жүрді. Сондықтан міне осы уақытқа дейін осы қайнағаларым әрқашанда қарсы алады. Осы кісілерге көп-көп рахмет. Ал қайнаға, енді сізге тек жасыңызға жас қосылып, міне бала шағаңыздың тек немерелеріңіздің қызығын көріп, осы бүгінгі қуаныш тек ар жағында жалғаса берсін. Одан сізге тек қол аяғыңызға дерт бермесін. Осындай қайнағам осыдан 2 жыл ма 3 жыл ма бұрын Көкшетауға барып келдік. Сонда 68 жас шығар, енді сол кезде 2 жылда алып тек. Сонда Көкшетауға дейін, Көкшетаудың ар жағында районға дейін осы жерден 1000 шақырым ғой деймін, соған ат басын деді ғой, айылын тартпай апарып келді. Сонда осы қайнағамыздың енді осындай өзіміз сол кісіге жете аламыз ба, жете алмаймыз ба дейміз. Қайнағамыз тек әрқашанда тек қол аяғыңызға дерт бермесін. Тек осы балалардың қызығына тек тоймаңыз, осындай тойдан той ұласа берсін. Әрқашанда өзіңізді тек үлкен қайнағам ретінде тек енді айтамыз еді, тек жүре беріңіз, жақсы көреміз сізді. Әрқашанда тек именіміздегі не айтса да болады енді. Сізге не айтса да көп емес қайнаға тек. Әрқашанда тек жақсылық тілеймін сізге. Мосан аға, бүгін мынау келіп жеткен 70 жасыңыз құтты болсын. Сізге денсаулық тілеймін. Бала шағаңыздың қызығын көр, бұл қызыл қыздарыңыздың әрқашан өстіп, жаңа айтып жатыр ғой, жап-жассыз деп. Тіл көзден сақтасын, енді аман болыңыздар. Өстіп жүре беріңіздер, тек жақсылық тілеймін, аман болыңыздар. Құрметті қонақтар, міне бүгінгі ағамыздың 70 жасына жиналып отырсыздар. Бәрімізге құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Жеңген екеуі балаларының қызығына, немеренің қызығына тоймай әрқашанда осылай ортамызда ойнап күліп жүре беріңіздер. Енді ең үлкені сіздер. Үйде енді 7 ұл, 2 қыз болғанбыз, екеуі дүниелік болды. Енді сіздерді жақсы көреміз. Енді осылай Нұрлан мен Әселге рахмет, немерелеріңізге рахмет, осылай тойлап атқанына. Сіздерге мол денсаулық. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, осылай арамызда ойнап күліп, құда-құдағидың арасында ойнап жүре беріңіздер. Енді көңіл босамайды емес, босайды. Ауылдастарды көреміз, міне ағаларымызды көреміз, жеңгелерімізді көреміз. Үлкендеріміз азайып барады.
бар жақсылықты тілеймін енді. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, құда жекжат, жолдас жоралар ағамның енді. Ағамның туған күнің қайырлы құтты болсын, дені сау болсын. Қосып достарымды, туған туысқандарды, құда жекжат, көрші қолаңның бәрін қосып, міне той жасап беріп жатыр. 70 жас құтты болсын. Жеңгем екеуміз осылай қол ұстасып, әрқашан осылай жүре беріңіздер. Бала шағаның қызығын көріңіздер, немере шөбере, енді немерелерді көріп жатыр, шөбере көріңдер. Енді келген мына кісілерге, сіздерге көп-көп рахмет. Әрқашан қызық, қуанышқа осылай жинала берейік. Содан кейін жаңа мен бір кетіп қалғаным, немерешкам осында келіп, айтыр мен үйге жеткізіп тастаса ауырып тұрмын дегеннен кейін, жаңа соны апарып келгем. Соны бір ата мосанағым тама беремін деп алып келген бұнағы несі бар болатын. Ішіне суретін салып, атасын былай міне көрсете салайын сіздерге бүйтіп. Өзі біраз художник өзі. Соны өзім тосынды айтам ата деп келген, өзі дайындалып келген, оған болмай бағана нетті. Сол енді жақсы, ауырмаңыздар, немере шөберелердің қызығын көре беріңіздер, әрқашан осылай гүлдеп жайнап жүре беріңіздер. Ал енді осы үлкен тойға жиналған қауым, бүгін міне менің ағамның 70 жас деп үлкен той деп жатырмыз. Осы тойға келгендеріңізге үлкен рахмет. Енді үлкен Асқартау ағамыз, әкеміздің орнында қалған үлкен ағамыңа денсаулық тілеймін. Ғұмыр жасы ұзақ болсын. Осы 70 жас, 70 түрлі бақ, байлық әкесін. Тек амандық тілеймін. Апайым екеуің өмір бақи қол ұстасып, Алла екеуіңе күш қуат берсін. Осы дархан дүниенің бар жақсылығын тілеймін. Тек жақсылық пен қуанышпен болсын. Нұрик пен Әсел, осы өздеріңе тек жақсылық тілеймін. Осы шаңырақтың ары қарай өркендетіп өсіріп атқандарыңа, малды өсіріп атқан балапандарың қызығын көріп, балапандарың үлкен белес биіктерден көрінсін. Осы қызықты ағам мен апайым көре берсін, осындай туған туысқан арасында жүре берсін, тойлата берсін. Тек амандық тілеймін. Қайда жүрсеңіздер де енді тойлатып жүрсеңіздер де, дос жараның арасында жүрсеңіздер де тек қол аяқтарыңызға Алла дет бермесін. Не тілеймін, барлықтарыңыз білесіздер, туған не тілейді, туған жанын береді, жақсылық тілейді. Жақсылық тілеймін, бар жақсылық тілеймін, ауырмаңыздар, ортамызда ойнап күліп жүре беріңіздер. Бүгін Дүйсек үлкен сәлем айтты барлықтарыңызға, әсіресе больницада жатыр, Дүйсек тек жақсылықпен болсын деп, енді тілекші ғой, енді тілеп жатыр. Бар ағаларым аман болсын, ортамыз ойылмасын, осылай жүре берейік, әулетіміз тек қана жақсылық пен қуанышқа бөлене берсін. Барлықтарыңыз жақсы көрем, барлықтарыңыз осындай тек қана жақсылыққа жиылыңыздар, балаларыңыздың қызығын көріп, балаларыңыздың тойларында осындай той думанда аман сауымыз дұрыс болып, аспанымыз ашық, ел дегеніміз тыныш босып жүре берейік. Сәлем апайым, Мосанаға туған күніңізбен тек қана жақсылық тілеймін. Ал енді құрметті қонақтар, бүгін Мосан ағамның туған күні құтты болсын. 70 жаса бәріңізге денсаулық тілеймін. Ағам жеңгем екеуі әйбат қартайсын. Бәріңізге денсаулық тілеймін. Көп сөйлей алмаймын. Бәрі жылауық. Ал Мосанаға бүгінгі 70 жас мерейтойыңыз құтты болсын. Әулетіміздің үлкені Нұрлан, Әсем, папаларына міне Ақтионың қарын жарып үлкен той жасап жатыр, мынандай керемет мейрамханада. Бәрі құтты болсын, балаларыңыз аман болсын, жастан жасқа жете беріңіздер. Отбасыларыңызда тек қана қуаныш, мейрам болсын әрқашан. Елдерге аман, жұрт тыныш болсын. Барлықтарыңыз бақытты болыңыздар. Ағамыз бен апайымыз ортаға шақырамыз, келіңіздер. Бір керемет тамаша естелік фото сурет түсіріңіздер. Солайда солай қарағым көңілдің таппай қалауын, жастықтың жырпай жалауын 30-дан асып барамын. Ал кет бір тамаша бей болсын. Ағамыз бен
жетпіске келген сыныптастарымны бәріміз мерейтой иелерінің сыныптастары қазір келіңіздер. Я, Молдағалиға сәлем апай. Ортаға назар аударыңыздар, құрметті ағайын. Бүгін мінекей әкемізден анамыздың сыныптастар, құрдастар қауымы қазір ерекше шығамыз деп отыр. Олай болса, той иелері дайын, құрмет қошеметтеріңізбен ортаға.
отырмыз. Енді не тілеймін енді? Бірге оқыдық, бірге өстік. Бұл кішкентай ертерек высшее образованиеге кетіп қалды. Біз енді 10-ды бітіріп, последнее образование қалып қойдық енді. Сондықтан бұл кісілерді құрметтейміз, үлкен адамдар деп. Енді ойнап күлдік, бәрі болды балалық кезде. Енді тілейтінім, Сәлимаш екеуің ұзақ өмір сүріңдер, бір жастықта қартайыңдар, ауырмаңдар, сырқамаңдар. Осылай бала шағаңның қызығын көріп, немерелердің қызықтарын, шөберелердің қызығын көріңдер енді. Алла Құдайым қолдасын енді. Ал енді ассалаумағалейкум. Тойғұмар қазақ халқым менің. Бүгін мына мен айта кетейін дегенім, мына Мосан ағамның бүгін 70 жылдық тойы. Бұл енді үлкен бір қуаныш. Кейбіреу жасап та жатыр, кейбіреу жасамай да жатыр 70 жаста. Мына біздің, мен ең риза болатыным бұл үйді, бұл дәулетте мына ұлы Нұрлан мен келіні Мәселекке. Бұл үйге барсам, қай күні барсам есік ашық, дастархан жайылы, жай алдыңда. Ол бір. Екіншіден айта кетейін дегенім. Бұл үйге бір күні барып қап, Мосан ағама барсам, Мосан ағам тыңдап отырыңыздар біраз. Мосан ағам ат мінгізгенде тулап отыр өзінен өзі. Не болып қалды? Нұрлан маған мәсін мінгізді 70 жасқа дейді. Қуанғаным соншалық. Мен енді не істеймін? Қалтамда бір 5 тиын бар, бірақ бергенге тағы да болмайды. Нұрлан мәсін алып кеп қойып үйге. Ол уақытта және мәсінді. Енді мен де мінгізген бір ат болсын деп, мен де бір ат мінгіздім бұл ағама қоймай. Содан кейін, ал енді айта кетейін дегенім, бүгін міне ұлы мен келіні екеуі мынандай үлкен бір мекемеде той жасап беріп жатқан әкелеріңе көп-көп рахмет сендерге. Ылғи осы көпшіліктен Құдай айырмасын бізді. Ал енді айта кетейін деген Мосан ағам мен Сәлима жеңгеме. Екеулерің дендерің сау болсын. Бала шағаларың аман болсын. Немере бар, енді шөбере болсын. Мосан ағамды жаңа бір торға түсірем деп жеңген бір амал жасап еді, бірақ болмады. Ол ағам менің оған шыдады. Ал енді екеуің жаңа айтып жатыр халықтың бәрі. 70-ке келдің, енді 80-нен секіріп өт дейді, 90-нан тағы да өт дейді, 100-ге кел дейді. Енді ол бір Құдайдың бергені. Қанша береді Құдай? Мына өзіміздің бүгін міне бірге оқыған, осы 30 тұрғандардың кластастарымның жартысы біздің мына. Сон жартысы келіп, осы семейде тұрғандардың бәрі келгенде. Бәрі келіп, мына тойлап жатырмыз. Ал екеулерің енді жастан жасқа жете бер. Сәлименің қасында құлпырып, Сәлима аман болса, сені құрсаққа ұстап жүреді, братан. Ал енді. Нар жайылған дастархан ылғи тоймен болғанға жайылсын. Бәрі айтқандарыңыздың бәрі бір Алланың құлағына шалынсын. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Міне бүгін біздің досымыз Мосан 70-ке келіп жатыр. Бала кезінен бірге өскенбіз енді. Әкесі Сәбиғалиді да, марқұм Нәбиғалиді да, аталары Қапасты да бәрін көргенбіз. Бәріміз бірге өскенбіз. Секеші бар, Дүйсекі бар, Мосаны бар. Ана Мұхаммедхан ағаның базының алдындағы сырғанақтан теуіп өскенбіз. Сол базда қылыш ойнап, қазіргідай ол кезде компьютер жоқ, қылыш ойнап, тығылмақ ойнап өскенбіз. Сол міне сол Мосанымыз бүгін міне 70-ке қапты. Біз өзімізде сенбей жүрміз. Өзіміздің өзі 70-ке келіп қалғанымызға. Бағана тамада айтпақшағын 25-тегі сияқты жүріп кетті. Сол рас өзі. Жарайды Мосан, Сәлима, сендерге енді бәр жақсылықты тілеймін. Дендерің сау, бастарың аман болып. Мосан өсіп картейтпей, жігіт сияқты қып ұстайып, дальше продолжай. Немерелерің бар енді, давай шөбере болсын. Соған жеткізсін. Аман есен болыңдар. Біздің арамызда енді итак сыйлысыңдар. Туған туыстың арасында осындай болыңдар. Ал менің айтатыным енді аспан асты күн сүйген Алатаудың бөктері, санау Алматтан келіп жатқан
Семей Астанадан келіп жатқан қонақтар бар міне. Мосанды поздравить етіп. Мосан жаман болса келер ме? Сондықтан бір әнмен жалғастырайын деп тұрмын. Бізді үрдің мөлдіреген аспан едік, бәрімізде өмір жолын бастап едік, бәрімізде жазылмаған астан едік, армандастар құрдастар. Бізді үрдің мөлдіреген аспан едік, бәрімізде өмірін бастап едік, армандастар қайда, абзалдастар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Арман қуған, қиял қуған кеземі қайда, сол алғашқа алаулаған сеземі қайда, сол алғашқа алаулаған кеземі қайда, қайдасын құрдастар. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәрімізде өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзалдастар қайда, замандастар қарлығашты қайда екен. Аламан болыңдар. Ассалаумағалейкум, қонақтар. Мосанның 70 жасына келген қонақтарға. Мосан Сәлима. Енді мына Мосан 70 жасқа толып жатыр. Қайырлы болсын, келген қонақтар барлығы бағанадан айтып жатыр. Мосанмен енді бірге оқыдық, бірге бір ауылда өстік, кішкентайдан ес білгелі. Енді осы қалада тұрып жатырмыз қазір, бір-бірімізге көмектесіп. Мосекең молодец. Иә. Көмектесіп жатырмыз елдер. Сол дендерің сау болсын, семьяда бақытты болыңдар. Немерелерің, Әлинұрдарың, Әлинұр жүрет мен КамАЗ ата дейді, телефонмен. Мен айтам, командировкадамын деймін. Мынау айтып қояды Мосан, ата командировкада жүр деп. Сол енді мына құтты болсын 70 жас. Жасыңа жас қосыла берсін. Рахмет.